Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, қытырлақ, тура базардағыдай самсаның рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге кез келген мендегі бұл жерде мантыдан қалған қамыр, қарапайым иленген қамырымызды морозилкада сақтадым. Енді осы қамырымызды бірнеше бөліктерге өзімізге ыңғайлы етіп майда-майда бөліктерге бөліп аламыз. Не болмаса сіздерде қамыр қалмаған жағдайда өздеріңіз кәдімгі мантының, қамыр ет ауқаттың қамырын қалай илейсіздер, солай илеп жасай берсеңіздер болады. Мен қамырды осылай 8 бөлікке бөліп алдым. Енді кезекте ұнымызды сеуіп, қамырымызды дөңгелек жұп-жұқа етіп жая бастаймыз. Міне қамырымызды жайып алдық, өте жұмсақ болды. Енді кезекпен 8 қамырымызды осылай жайып шығамыз. Қамырларымызды жайып болған соң, менде бұл жерде пампушка маргарины, өз қалауларыңызша үйде қандай маргарин болса, сол маргаринді қатты ерітпейміз, орташа ертіп аламыз. Міне мен маргаринді ертіп алдым. Ендігі кезекте дайын болған майымызды алып, қамырымыздың бетіне жағып шығамыз біртіндеп. Бірінші қабатына майымызды жағып болған соң, екінші қабатына тағы да екінші қамырымызды салып, майымызды құйып, осылай кезекпен жайылған қамырларымызды бірін үстіне бірін қойып, жағып шығамыз. Ең соңғы қамырымызды жайып майын жағып болған соң, қамырымызды дәл осылай дөңгелек етіп ораймыз. Тура қаттама қамырдың қаттама нанның қамыры сияқты етіп жақсылап орап аламыз. Қамырымызды дөңгелек етіп орап алдық. Ендігі кезекте қамырымызды кезекпен осылай бір басынан бастап қарама-қарсы бағытқа қарай орап шығамыз. Сол кезде біздің қамырымыздың қатпарлығы көбейіп, қыртылдап піскен кезде тура базардың самсасы сияқты болып, слойы ішіндегі қабаты көп болады. Дайын болған самсамыздың қамырын осылай орап, салапанға салып, морозилкаға салып қоямыз. Енді кезекте ішіндегі салмасын дайындайтын боламыз. Мен бұл жерде пиязды алдын ала жуып, тазалап турап алдым. Пияздың көбірек қылсаңыздар, соғұрлым біздің самсамыз дәмді болып шығады. Туралған пияздың үстіне аз ғана тұзымызды салып, осылай сығып, суын шығарып аламыз, жақсылап мұжамыз. Пиязымызды жақсылап мұжып болған соң, оның үстіне мен тауықтың етінен жасаймын. Тауықтың етінде кубиктап, майдалап, турап алып, пияздың үстіне саламыз. Және де өз қалауларыңызша мен картошка қосып жібердім. Картошкамызды да салып, барлығын өзімізге керекті заттарды кезегімен салып шығамыз. Ішіндегі заттарымызды салып болған соң, керекті дәмдеуіштерімізді саламыз. Мен қара бұрышты, тұз және сұйық майды құямыз. Сұйық майды міндетті түрде құямыз. Сол кезде ішіндегі фаршымыз сочный, сулы, дәмді болып шығады. Тұзды көп қоспаймыз, аз ғана қосамыз. Жаңа біз пиязымызды мұжған кезде де тұз қосқамыз. Көбірек қосып жібермеңіздер, ащы болып кетеді. Салмамызды дайын болды. Енді кезекте дайын болған қамырымызды алып, бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Міне мен осындай бөліктерге бөліп алдым. Енді қамырымызды алып, оқтаудың көмегімен дөңгелек етіп жайып аламыз. Жайып дайындап алған қамырымыздың бетіне жаңағы дайындаған салмамызды салып, самсамызды түйеміз.
сүйіп дайын болған самсамызды 180 градуста қызарып піскенше пісіріп аламыз. Дайын болған самсаларымыздың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып 180 градуста 30-35 минут, яғни самсамыз қызарғанша пісіріп аламыз. Міне самсамыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді болып шықты. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер. Көріп тұрғандарыңыздай қытырлап, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі видеода жолыққанша.